Февральның 27-сі салы күні заманы ең мұйым хаберлерінен танышы темен Мавиле Мұхтарова сізлеріне селямлайым. 2014 сенесінің февраль әдеселеріні айтар екен Мысайның 27-сі ярмада тариханы деңіштіргеніне қатырлаймыз. Февральның 27-сіне кечер кечесі саба сат 4-5-лерде Ақмешітте кінізірле шурасы ве Қырым юқары шурасына арби урбада селялы инсанлар кырды. Биналарға Русия байрақлары асылды. Ақмешітінің меркезі сары палынғаныда. Нақлият йоқ, бақ, авалиманлары, күтлеви хабер васталары запт етілді. Ойледен соң ісе парламент бинасына Қырым депутатларына келмеге мечбур еттілер. Топлашуда үкімет рейсі Анатолий Могилев истифаға йолланылды. Оның еріне Серус бірлігі ребері Сергей Аксенов қанусы шекілде тайын етілді, референдум кечірілмесіне рей берілді. Эснасны селялы инсанлар тұрып көз етейді. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестно. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Когда мы пришли, уже перед Верховной Радой стояли баррикады из деревянных поддонов, из мусорных баков, кого не пускали. Ходят так же, как обычно, как всегда ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены Президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решения для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. Ойдырылған февраль 26-да басынында бір махкемесі бүгін олажақ Ақмешітінің Ишхалжи меркези район махкемесінің отырышы саат 15-те башламалы. Кешкен авто қадылар весиқаларыны текрар бақылымаға башлады. Адвокатлары мен кем абюслерінің қабатыны избатлайжақ делелер жоқ. Мустафа Дегерменжи, Али Асанов, Арсен Юнусов, Искендер Кантемиров ве Искендер Эмирвалиев 4 елі велсі Қырым юқары шурасының бинасы оғынде олған қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. Ол күні 1000-ге яқын Қырым татары митинге шығып, Украина топрақ бүтілігіне қол тұтқаныда. Ал азырда Али Асанов ве Мустафа Дегерменжи евапсынде бұлына. Бұндан евелісе 2 ел СИЗОда тұтылғаныда. Киевнің мұстақылық мейданында ишғал етілген Қырымда яшаған инсанлармен бірдемлік акциясы олып кечті. 100-ден зиеді инсан Қырым татар байрақларын алып, Қырымлы саяси мобюслерінің фоторесімлеріні тұтты. Акция иштиракчылары Русияның ярымада ишғалini такбих еткен резолюцияны қабыл етті. Максим Катюк 15 дереже суық олғанына бақмадан митингке келді. Еркек кіші четте қалып оламай чүнке оғызы де ишғалден соң ярымаданы терк етмеге мечбур еді. Соңғы сеферевде 2014 сенесі март айында сақты референдумдан евел олғаныда. Қолларында ишғал етілген Қырым сакенлерінен бірдемлікні темсал еткен язулы шар бар. Я сам з Севастополя, і в мене багато друзів залишилось в Криму, досі знаходяться там. І я не можу стояти осторонь, коли наш український народ, який складається з багатьох груп, в тому числі кримських татар, зараз під тиском знаходиться в Криму. Иштиракчыларның эксериеті Максим кебі Қырымлы ола. Ишғалден себеп олар
Киевге көчмеге карар алганлар. İnsanlarның қолларында Украина ве Кырым татар байраклары бар. Олар Крымлы саяси мобюслерінің фото ресімлеріні де алганлар. Я прийшов сюди, тому що ці хлопці, яких я тримаю в руках фотографії, це якби мої земляки. Прийшов їх підтримати, так сказати, і нагадати людям, що є герої, які зараз по тюрмам там у Кацапів сидять. Иштиракчылар халқара топлылықны Русияге қаршы басқы көветлештірмесіне чағырған резолюцияны қабыл етті. Истеләжі мемлекеттен Ярымададан арбитехниканы әчеле чығармасы талап етіле. Люди говорили про Крим, тих людей, які продовжують спротив і опір окупантам Криму. Люди говорили про повернення. Ніхто не вибачить Росії захоплення Криму. Більш того, ніхто не зупиниться, поки Крим не буде повернуто. İşgalçı mahkemeler tarafından kanunsuz mahkum etilgen ve Rusya hapishanelerinde tutulgan bütün siyasi mabüslerinin adları sanada birer aytıldı. Виктор Пономарев, Никита Проскурин, Даниил Карп, Zaman, АТР. Русия пайтақтында Қырым татарларға қол тұту факциясы олып кешті бір қач фаал Москваның меркези сұхақларына шықты. Қолларына алған язулы шарлары Меджлис ясағы Путиннің Украинада башлатқан женкі, Ярымада işғалі ве Қырым татарларының діни себеплерден тақып етілмесіні тақбих еті. Акция iştirakçileri саяси мобюслеріні азат етмеге ве Қырым татарларға Ярымаданың тамыр халқы статусыны бермеге чағырдылар. Это день начала оккупации Крыма путинскими войсками. И это день начала сопротивления крымчан, крымских татар и украинцев этой оккупации. В этот же день появились первые узники 26 февраля, Чийгоз, Асанов, Дегерменджи. Актем Чийгоз сейчас уже на свободе. И мы верим, что скоро и остальные политвязни будут на свободе благодаря санкциям, благодаря какому-то нашему общему участию. Кремль эсерлері адлы видеоны Украинада лет назырлығы айдынлатты, оны Русия işғаліне қаршылық көстерменің күніне бағышладылар. Қырым işғалінден соң 64 Украина ватандашы апске алынды. Işғалжы қадылар ұйдырылған қабатлар esasында қарарлар шығара. İnsanlar Русияге бойсунмағаны үшін mahkum етіле. Оларға сепаратист, диверсант ве террорист деп айтыла. Кремль Қырым татарларны бойсундырмаға тырыша. Мусульманська віра кримських татар стає приводом обвинувачувати їх у релігійному радикалізмі. Десятки чоловіків вже позбавлені волі лише за свою національність і світогляд. 184 роки колонії суворого режиму вже отримали українські політв'язні в Криму. Қырымда Русия президентінің сайлаулары үшін бюллетенлер басыла бұтын дүния işgal алтындағы Ярымадада рейберуіні қанунсыз деп сая вен нәтижелеріні танымайжақтар бұңа бақмадан басма хане қадимлері тоқтамайып çalışа. Бинаны геже күндіз полиция незарет ете. Қырымның işgal жакимиеті кележек аптаға қадар 1,5 миллион бюллетень баса жағына ваде етті. Сейчас мы наблюдаем в цеху активную фазу, печать бюллетеней, контроль бюллетеней и резка. Дальше идет упаковка и уже складирование в специально отведенное место. Қырым татар милли мечлесі қырымлыларны işgal етілген Ярымадада қанунсыз сайлауларны байкот етмеге чақыра. Қырым сакинлері анги миллетке менсіп болғанына бақмадан қанунсыз açылған сайлау бөліклерінде олмамалы деп айта мечлис рейсі Рифат Чубаров. Қырымның işgalчы елбасшысы Сергей Аксенов Кремльге қол тұтқан Қырым татар мәслихат шурасының рейсі олды. Бұны ол Фейсбукта хабер етті. Мескер шура сақте Қырым татар шурасына бойсуна. Оны Ярымадада бір қач авта евелсі құрғанлар башы Кремль тарафыны тұтқан Эмирали Аблаев олды. Мутихасыслар еменке бұл шураны қанунсыз президент сайлаулары өгіне Қырым татарларының разылығына қазанмақ үшін қолланacak олалар. Оңа Қырым татарлар қолақ асмайжақ деп айтылды Милли Мечлисте. Этот
орган, как и все предыдущие попытки, обречен на неудачу. Не будет уважения среди крымских татар к коллаборационистскому органу, который хотят использовать вместо представительного органа Курултая и Меджлиса крымско-татарского народа. Теперь насчет участия в выборах, которые Путин специально назначил на 18 марта. Каждое уважаемое себя государство должно не признать результаты этих выборов, причем не в отдельно взятом Крыму, а по всей Российской Федерации. Ақмешітте Нуман Челебеджиханның хатырасына бағышланған бала әдебиет ярышының нәтижелері белгіленді. Финалда Қырымның чешет көшелерінден келген 25 мектеп тәлебесі иштирак етті. Олар өз регионларында сайлау басамағындан кечті ярыш ифадели оқып ве эссе номинацияларында өткерілді. Жюри азаларының айтқанына көре ғалибны белгілемеге қолай олмады, насыл олса да еркеске бақшышлар берілді. Senin çöllerin dermana doğaylar, bu senin vatanın hep aytırlar olar. Oku, sonra senin dedi onu okutmayacakla oşaylı. Senin de küçük, güzel ağzını bağlayacaklar. Arkadaşlarım kanı büyüklerine kargay edilir. Нуман Челебеджиханның bu гаилеріне, bu қараманлығына biz yaş nesilge sindiremiz ve böyle gibi yarışlarda bu neticelerini göremiz. Yani balalar öz eserlerinde obrazlar yarata, şiirlerini okuganda ular o devirdeki olgan duygularını bizge gösteriyor. Yani böyle gibi merasimler elbette bizim halkımızın, bizim yaş neslimize bir ruh verir. Biz Karadeniz Production olarak bu yarışka her yıl koşulaydık. Bu yılda böyle aktif bir surette koşulduk. Esas maksadımız elbette Kırım Tatar tilimizini bu yaşlar, talebeler arasında popüler etmek, edebiyatımızını, şairlerimizni bildirmek, tanış etmek. Bu konkursta ben ikinci yıl iştirak ettim. Çok beğendim. Bu konkurs benim hayatımda büyük rol oynar ve benim hayatımda değil de ve bizim halkımız için büyük rol oynar. Çünkü böyle bir konkurslar çokça olsa bizim halkımız güçlü olur. Şimdilik bu so'nggi xabarimizdir. Yangi xabarlarni soat 12'de Ukraincha bilmengiz mumkin. Atayırlı olunuz.